Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Мике. Бүгін біз ештеңе істемейміз, яғни бүгін біз сендермен қоштасатын боламын. Енді қалай бастасам болады? Яғни мен ютубтан кеткелі жатырмын, мәңгіге емес, уақытша. Өйткені менде проблемалар көп болды. Даже ютубты сағынатын шығармын, енді осы уақытқа шейін видео түсіріп келе жаттым дегенде видео шықпаған каналда 2-3 күн болып қалды. Оның проблемасы осы, яғни қонақтар келді, және де менде тест болады скоро. Егер сол тесттен өте алмасам, мамада не болатын өздеріне түсініп тұрған шығарсыңдар. Және де енді тоже алдағы уақытта бізде сабақ, зерделі сабақ, және мектеп, бұлардың барлығы бізде үлкен проблема ютуберлер үшін. Так, зерделіде таңғы 8-де тұрып, 12-11-де шығып, мектепте барып, кешке қарай келем, сосын тапсырмалар жасап, ұйқыда кетемін. Солай жасалына береді, енді білмеймін, сендерге қашан видео түсіремін. Даже еш уақыт көріндірмеймін. Өзімше ютубты жақсы көремін, бірақ та мен уақытша ғана кетемін, сондықтан да ештеңе болмайды деген ойдамын. Және де активті құлатпай ұстап тұрайық. Егер менің уақытым болып жатса видео түсіруге, мен түсіретін боламын видеоны. Сендерді лақтырып кетпеймін. Енді осы уақытқа шейін каналда 3 жыл бойы видео түсіріп келе жаттық, және де 180 подписчикке жеттік. Бұл керемет жетістік болды. Ал сендер айтып отқан шығарсыңдар, сенбі күндері деп видео түсіруге опыт бар ғой деп. Жоқ, біз сенбі күні үйлерді жинаймыз. Там тағы да басқа заттар да бар. Егер менде тағы да қол босап жатса, мен видео түсіремін. Ол міндетті түрде. Барлығы білетін шығар, ютуберлердің жұмыстары тиктокерлердікінен оңайырақ. Не, может, тикток түсіретін шығармын даже, бірақ мен тикток вообще түсіргім келмейді, сондықтан оны түсірмеймін даже. Так что менен видео күтпеңдер. Күткеннен келсе күтіңдер деп. Енді осы жылда мен көп нәрселерді үйрендім. Мен канал сатпаймын вообще, ешқандай нәрселер жасамаймын. Мен жайған ютубтан кетсем, уақытша примерно 1 жыл, немесе одан көп, немесе аз. Осы уақытқа дейін мен көп нәрселерді үйрендім, және де монтаждауды, видеоны дұрыс монтаждап, превью жасауды, қандай заттар керек ютубқа, уақыт, бұның барлығын мен түсіндім. Бұрын мен вообще видео түсіре алмайтынмын. Күніне мен ол кезде 2-3 видео салатынмын. Қазір вообще негізінде қазір уақыт болмай жүр видео түсіруге. Өздерінде байқап жүрген шығарсыңдар соңғы кездер. Суап мәу деген шетелдік майнкрафтерлерге қызығып кеттім. Және де қараңдар наяқты кіремді. Ютубтыздан жоқ отыр. Көбі маған күлді ютуб түсіргенде алғашында. Бірақ қазір уже каналдың өз мамы да таңғалып жатыр. Видеолердің бәрі там шоке болып жатырды. Вообще мен түсінбеймін оларды, неге басында қолдамайды, ал соңында уже. Жоқ, көмектесші проблемаға ютубтан ақша түссе деп. Вообще түсінбейді ғой. Сыныптастарым да сондай енді. Қайтеміз. Оның үстінде күледі, оның барлығы білетін шығар, ютуберлердің барлығында болған оқиғасы. Енді ондай болмаса, бар ютуберлерде болды осындай. Осы видеоны ұзақ қылуға тырысып жатырмын. Өйткені не болса да бұл менің соңғы видеом дегенде. Және де осы каналда біз көптеген жетістіктерге жеттік. Мен кеткен кезде активті құлатпай 200 подписчикке жеткізіп тастайық. Сол кезде мен неше түрлі видеолар шығарамын. Және де 12-ші айдың 12-шісі менің туған күнім скоро.
саған подарка дайындап қойсаңдар деймін. Яғни желтоқсанның 12-сі немесе декабрьдің 12-сі болады. Және де отписка жасап керек емес. Өйткені қазір көп ютуберлерінде уақыттары жоқ видео түсіруге. Мысалы, қазір барлығы біледі, уже сабақ басталады, уақыт азаяды видео түсіруге. Енді не дейміз, осы достар хауста бар, мен осындай үлкен осы жылы біз достар хауста аштық. Онымен да көп видеолар түсірдік достар хауспен, неше түрлі қызықты оқиғалар. Даже мен қызықты моменттерді кесіп алатын шығармын. Но оған да уақыт болса көреміз. Оның үстінде мен видеолардың барлығын күнде өшіріп қайттан жасаймын, өйткені менде жұмсай береді, үйдің үлкенімін. Көп жұмыстар маған жүктелген, яғни үй жинау, бала қарау. Оның барлығы маған жүктелген, және де оның үстінде плюс YouTube, плюс сабақтар, оның барлығына мен қалай үлгеретінімді өзім де түсіне алмай отырмын. Қайта төсекке отырып қалсам, неге болса тырысып телефонды алып алатын кездері болады. Енді білмеймін енді. Оның үстінде настроениямды түсіп кетті ютубтан. Ютубтан вообще желание кетіп қалды енді. Онда сіздермен бірге болған мен Мики. Соңғы рет сендермен бірге қоштасып қалайын. Сау болыңдар.